Армысыз құрметті көрермен, бұл Шабарман арнасы. Бүгін біз ақша жинап үйренудің жеңіл жолдарын айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Заманның талабына сай адамдар еңбекпен тапқан ақшасын жинауды үйрену керек. Алайда көбіміз ниеттеніп, қаншама тырысқанымызбен үнемдейді жинай алмаймыз. Қаржы жинаудың қалай үйренуге болады? Ендеше құлағыңыз бізде болсын. Ең алдымен мақсат қою. Қаржы жинаудан бұрын алдымен оның не үшін керектігін анықтап алғаныңыз жөн. Кім біледі, керек болып қалар деген ойды мақсатқа саналмайды. Себебі күн ара керек болып қалар, сәті туындап ақша жұмсала береді. Солай емес пе? Сондықтан нақты көлік алу, үй алу, саяхатқа шығу, немесе бизнес бастау деген секілді нақты мақсат қойыңыз. Мерзімін белгілеу. Мақсатыңыздың анықталған соң нақты мерзімін белгілеңіз. Мақсатыңыздың құнына қарай ай сайын жинауға қалдырылатын ақшаның сомасын нақты есептеңіз. Өзіңізді алдамаңыз. Егер жинай алмайтын сома болса, мерзімді үлкейтіп, аз-аздан жинаңыз. Тәртіпке бағынып ай сайын белгіленген соманы жәшікке салып отыруды әдетке айналдырыңыз. Шығынды азайту. Болашақта бір нәрсені сатып алғыңыз келсе, шығын мөлшерін қазір азайтуыңыз керек. Бұл ақша жиынын сақтау заңы. Босқа кететін ақшаңызды қыдыру, қажеті жоқ заттар алып, ойын-сауық, тағы да басқа дүниелерге есептеп, келесі айда сол соманы сақтап қалуға тырысыңыз. Аптасына бір мезгіл мейрамханаға тамақтанғыңыз келсе де, үйде азық-түлік сатып алып, сол тамақтарды өзіңіз жасап көріңіз. Бюджет есебін жоспарлау. Кіріс пен шығыс есебін жүргізіп, қорды жоспарлайтын болсаңыз, ақшаны жинау да оңайға түседі. Нақты есептің арқасында шығын да азая түседі. Осы талаптардың бәрін орындап ескеретін болсаңыз, белгіленген мерзімде қажетті ақша сомасын жинауыңызға болады. Іске сәт, достар. Ал егер араларыңызда дәл осындай талаптарды орындап, осындай кеңестердің арқасында ақша жинап жүргендер болса, қаражат сомасын көрсетіңіздер және өз тәсілдеріңізді қосыңыздар. Алдағы уақытта біз бұны міндетті түрде ескеретін боламыз. Егер видео ұнаса, каналға жазылыңыз, лайк қалдырып, пікір білдіріңіз. Бұл біз үшін маңызды.